Барлықтарын білетіндей, Қазақстанда блогерлердің түрлері өте көп. Бүгінгі видеоның тақырыбынан немесе превьюдан көргендерінде, мен сол бір блогерді таңдап, бүгінгі видеода соның бір машинасын полностью тюнингтайтын боламын. Ал ол блогер барлықтарын танитын NNN, яғни Нұрдәулет. Видео бастамастан бұрын, сендер мен каналыма тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпаңдар. Және де бір любой комментарий жазып кетіңдер, келесі видеода бір адамды таңдап алып, соған ақшалай сыйлығымды беретін боламын. Ал ой болса, біз видеоға кеттік. Вот жігіттер, мен осы высокий классқа келдім, яғни сол Нұрдәулеттің урусын алуға. Қазір сол урусты тауып алайық. Вот жігіттер, урус міне таптық, 15 миллион 300 екен бағасы. NNN-дікі бізде барлықтарын білетінде ол сап-сары свет. Вот сары светтік урус, дөңгелеген ақ свет қылайық, все, сатып алдық. Пока жігіттер, вот урустың внешний виді мынандай. Но қазір бүгінгі видеороликта біз урусты полностью тюнингтайтын боламыз. Яғни детальдарын да қоямыз, внешний видін да жөндейміз. Жігіттер, давайте ең бірінші бұл урусқа не керек, яғни NNN-дікі не де ойлайсыңдар? Әрине ол NNN-нің номері. Донатта услугидің ішінде вот номерна авто, енді қазақский регионға қоямыз. Бізде NNN-дікі қазақша осындай N болады, но Black Russia'да өздерін білетінде ол N жазылмайды. Сондықтан мынандай ашық қоямыз, и 13-ші регион. Все, жігіттер, біз сатып алдық. 4000 бір бәле Black Coin болды, ұмыт қалдым қанша екенін көрінбей қалдым. То есть, енді все, қазір урусқа сол номерді қойып алайық. Все, жігіттер, біз номерімізді қойып алдық. Енді бастапқы тюнинг уже басталып кетті. Вот, пока что внешний виді осындай. Жігіттер, комментарияға келесіде кімнің машинасын жасайын, яғни қандай блогер, қазақ блогерінің машинасын жасайын, қандай машинасын жасайын, соның барлығын жазып кетіңдер. Может быть, келесіде сендердің айтқан адамдардың жасайтын боламын. Ал ой болса, біз пока что технический центрға кеттік, яғни полностью спорт плюс нитро барлығын қойып алайық. Жігіттер, мен пока бұны қоймай тұрып, бұның урусы сток режимде қаншаға дейін баратын білгім кеп тұр. Яғни қазір біз спорт плюс нитро барлығын қоямыз ғой. Ал сол спорт плюс нитросыз бұның урусы қаншаға дейін барады. Қазір максималкасын тексеретін боламыз. Мен, если честно, Black Russia'да вообще урус айдап көрмегем. Қазір бірінші рет сендерге тексеру видео істеп атқанда көріп атырмын. Қазір максималкасы уже вот 170-180 кетіп қалды, уже 200-ден асып атыр. Қазір қаншаға дейін баратынын білмеймін. Но жол жете ма, жетпей ма даже, оны да білмеймін. Но пока что бізде уже скоросты 270-ке тақап қалды. Давай, 300-ге дейін барады деп ойлайсыңдар ма? 300-ге дейін бара ма, 300-ге дейін бара ма, 300-ге дейін барды мына жолдың өзінде. Но мен ойлаймын, бір примерно 320-330-ға дейін барар еді, егерде дальше осы біздің жолымыз жалғасқанда. Жігіттер, мен пока спорт плюс режимін қойып жатқан кезде сендерге өзім телеграм каналым жайлы айтқым кеп тұр. Описаниеда тұр, если что, сояққа өтіп кетіңдер. Ең бірінші барлығын сояқта шығаратын боламын, яғни қандай идея жасайын деп жатырмын, сендермен сөйлесіп, сырласып, общем, описаниеда тұрған телеграм каналға өтіп кетіңдер. Ал болса, вот NNN-нің урусы бізде спорт плюс режимде Nitro 10X пен дайын болды. Енді қазір осының максималкасын тексеріп көретін боламыз. Давайте нитроны қостым, спорт плюс режимде бізде Lamborghini урус қаншаға дейін барады екен. Все, 200, уже 300 асып кетті, 350, 380, жоқ, 374, максималкасы 374 екен. Вот, стоковый режимде, значит, бір 320, сондай 310-ға дейін бару керек. Все, жігіттер, бізде последний штрих, яғни соңғы детальға келдік. Ол әрине бізде сталик центр. Қазір бізге бұйықта не керек? Бұйықта бізге максимум тонировкасын қойсақ жетеді негізі. Давайте бірінші онда свет кузова керек емес. Тонировка алдына минус 5%, то есть 5% қап-қарағып әдемі. Сол нихуя болады, кішкене көрініп тұрса қой алмай қалды. Давайте дұрыстап басынан қой жерейін. 5%. Все, артына вроде полностью 0 қып салсақ, әдем болады тоже. Алдына 5%, артына 0. Вот 173 000 рублей екен. Мен бұның барлығын тест серверде істеп жатырмын, ал если обычный серверде істейтін болсаңдар, вроде қымбат екен негізі. Бұяқта әппақ цветін қоя салайық, 326 000 рублей дейді. База жоқ. Бізге бұяқта стробоскоп. Ода әрине донатный стробоскоп емес, так что, давайте осы 4-шісін қоя салайық. Так, тағы да не бар бұяқта, дальний свет, давайте оны да қоса салайық. Вроде сталик центрда тоже қоятын басқа нәрсе жоқ. Болды, әдемі болды біздің осы урусымыз. Давайте 1-ден 10-ға дейін баға беріп кетіңдер. Все, жігіттер, осымен біздің видеомыздың соңымызға да келіп жеттік. Вот NNN-нің урусы, Lamborghini урусы полностью дайын. 1-ден 10-ға дейін комментарияға баға беріп кетіңдер. Бағана айтқандай, телеграм каналға өтіп кетіңдер, описаниеда тұрған. Потом комментарияға келесіде қандай қазақ блогерінің машинасын жасайын, тоже жазып кетіңдер. И любой бір нәрсе жазып кетсеңдер болады. Өйткені келесі видеода біреуін таңдап, ақшалай сыйлық ойнататын боламын. Ал болса, всем удачи, давайте, пока.